Каналды қолдау көрсетіп, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып отырайық. Бүгінгі тақырып арықтау туралы болады. Арықтау көп жағдайда өте қиын процесс екен баршамызға белгілі. Арықтау процесі міндетті түрде нәтижелі болу үшін диетологтардың кеңестеріне құлақ салу қажет. Кәсіпқой диетологтар тез арықтау үшін дәрі-дәрмек қолданудың қажеті жоқ екенін баяғыдан ескертеді. Ең бастысы салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Арықтау тәсілдері. Арықтаудың бірінші тәсілі тәттіден бас тартыңыз. Артық салмақтың бірден бір себебі тәттіден басталады. Газдалған сусындарды мүлдем ішпеңіз. Газдалған сусындардың құрамында қайта-қайта шөлді арттыратын заттар кіреді. Ал бұл заттар денсаулықты құртып қана қоймай, артық салмақ қосуыңызға біршама өз үлесін қосады. Мұндайда ең пайдалысы үйдегі жемістерден өз қолыңызбен жасалған табиғи таза шырындарды ішіңіз. Егер шынымен арықтағыңыз келсе, тәтті және газдалған сусындардан, торттар мен кекстерден, жалпы тәтті атаулынан барлығынан бас тартқаныңыз жөн. Арықтау үшін не жеу керек? Көбірек жеміс-жидек жеңіз. Жеміс-жидектерде май жоқ, бірақ оларда көптеген дәрумендер мен өзектер бар. Сондықтан күніне 1-2 жеміс-жидек жесеңіз, сіз қарныңызды тойдырасыз. Осылай аштық сезімінен арыласыз. Бұдан басқа жеміс-жидектерде пайдалы көмірсулар бар. Олар арықтауға еш кедергі келтірмейді. Керісінше олар заттектердің алмасуына өте жақсы көмектеседі. Жеңіл-желпі тамақтану. Негізгі тамақтану кезінде адам өзін тойдырмаса, көп уақыт өтпей қарынның ашуына әкеледі. Мұндай жағдай көбіне артық тамақтануға әкеліп соқтырады. Сол үшін түстік пен басқа да жеңіл-желпі астардан бас тартуға болмайды, бірақ оларда пайдалы ас болу керек. Мысалы, ірімшік пен көкөністер. Арықтаудың оңай тәсілдері: теледидарды өшіріңіз. Егер де тамақтану кезінде теледидар қарасаңыз, өз салмағыңызға 40% калория қосатыныңызға күмәнданбаңыз. Француз диетологтарының айтуынша, бұдан басқа газет оқу, монитордың алдында отыру тамақты көп ішуге бірден бір әсерін тигізеді. Спортпен шұғылдану. Аптасына кем дегенде 3 рет спортпен айналысуыңыз қажет. Күнделікті 5 минуттық жаттығуларда тез арықтау өте жақсы әсерін тигізеді. Кеудені көтеру, жүрелеп отыру тағы басқа. Бұлардың барлығы заттектердің тез алмасуына ықпал етеді. Қалай тез бір аптада арықтау болады? Бір аптаның ішінде барынша көп салмақтан арылу үшін диетадан бөлек кем дегенде күніне 30 минут өз организміңізге физикалық күш салуыңыз қажет. Немесе 10 000 қадам жол жүруіңіз керек. Ғалымдардың айтуынша баспалдақпен жүру жүргенге қарағанда 3 есе артық күш жұмсауды талап етеді. Ұйқы мен демалу. Аз ұйықтасаң көп қозғаласың, ал бұл өз кезегінде тез арықтауға әкеледі деген қате пікір. Егер де тәулігіне 8-9 сағаттан аз уақыт ұйықтасаңыз, организм тез шаршап, сіз тез қозғала алмайсыз. Оның үстіне ғалымдардың айтуынша ұйқы кезінде организмде өте маңызды гормон лептин бөлінеді. Бұл гормон миға барлығы жақсы деген сигнал жібереді. Ал ұйқыңыз дұрыс қанбаса, басқа гормон түрі бөлінеді. Ол грелин. Бұл гормон миға организмде энергияның аз екенін жеткізеді. Соның кесірінен аштық сезімі туындайды. Грелин жай ғана аштық сезімін туғызып қоймайды. Организм сізден жеңіл-желпі емес, ауыр тамақ түрін жеуді талап етеді. Сол себепті ұйқы мен демалысқа аса қатты көңіл бөлуіңіз қажет. Кем дегенде тәуліктің 8-9 сағатын ұйқыға арнауыңыз қажет. Ішімдіктен мүлдем бас тартыңыз. Ішімдіктің денсаулыққа қаншалықты зиян екені айтпаса да түсінікті. Диетаға келгенде бүкіл спирттік ішімдіктер денсаулыққа 2 есе зиянды әсерін тигізеді. Каналды қолдау көрсетіп, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып отырайық.